Биыл Құлсары мұнай құбыр басқармасының құрылғанына 35 жыл. Оның құрылымдық бөлімшелері Құлсары желілік өндірістік диспетчерлік станциясына 55 жыл және прорва мұнай айдау станциясына 25 жыл толып отыр. Осы мерейтойлар Құлсары қаласында кеңінен атап өтілді. Алдымен Жылой аудандық тарихи өлкетану музейінде Қазақстан Республикасы мұнай газ кешен қызметкерлері күні мерекесінде Қазтрансойл акционерлік қоғамының Құлсары мұнай құбыр басқармасының тарихынан сыр шертетін арнайы бұрыш ашылды. Көрме бұрышының ашылуына Құлсары мұнай құбыр басқармасының басшылығы, Жылой аудандық әкімдігінің өкілдері, сала ардагерлері мен әр жылдары басқарманы басқарған азаматтардың ұрпақтары қатысты. Салтанатты шарада ардагерлер игі істі қолға алған Құлсары мұнай құбыр басқармасының ұжымы мен музей қызметкерлеріне алғыстарын білдірді. Мұнай құбыршылар бұрышын жасақтауға 3 айға жуық уақыт жұмсалған. Осы кезең ішінде басқарма ұжымы музей бұрышына қажетті материалдарды жинастырып, тарихи экспонаттарды табуға атсалысты. Тарихи Қосшағыл мұнай айдау станциясының макеті арнайы жасалып, мұражайға тарту етілді. Алдағы уақытта жергілікті музейге келушілерге Құлсары мұнай құбыр басқармасының тарихы таныстырылатын болады. 100 жылға жақын тарихы бар мекеменің осы музейге көрме орнатуы үлкен болашақ үшін, жастар үшін үлкен маңызды деп ойлаймын. Енді келетін осы музейді көретін жас ұрпақ осы мекеменің тарихын біліп өтеді, өсіп өркендеу жолын біледі, қандай адамдар, қандай ата-баба осы жерде қызмет қылып, біздер үшін еңбек еткенін түсінеді. Ең маңыздылық осы жас ұрпаққа өткен өмірдің тарихын жеткізу. Музей көрмесіне Құлсары мұнай құбыр басқармасының тарихы, басқарманы басқарған тұлғалар туралы көркем сурет тақтасы, мұнай құбыршылардың жетістіктері мен мұнай тасымалдау өндірісінен экспонаттар қойылған. Құлсары мұнай құбыр басқармасын қалыптастыруға, оның дамуы мен өркендеуіне атсалысқан Орынғали Мекебаев, Мақсот Наров, Қыдырбай Ерғалиев және Амандық Құлтумиев сынды тұлғалардың өнегелесі мұражайда сурет болса да, бұрынғыдан сыр шерткендей. Олардың ұрпақтары да музей бұрышынан әке өнегесін тағы бір көргендей. Біз үшін өте қуаныш. Неге десеңіз, менің әкем осы Қырдың мекемесінің іргетасын қалаған адам. Сонау 68 жылы іргесі қаланған Қырдың мекемесі қазір аудандағы ең үлкен ірі мекеменің біріне айналып. Қадырбай ағай, Мақсот Наров ағай, Амандық Құлтумиев ағаларымыздың тіпті біз емес, Қазақстанда емес, басқа шетелде де жұмыс жасаған шәкірттері бар. Енді біз осы Қырдың мекемесінің іргетасын қалаған әкеміздің ұрпақтары ретінде қазіргі Қырдың мекемесінің басшыларына, музей қызметкерлеріне алғыс айтамыз. Құлсары мұнай басқармасының құрылғанына 35 жыл. Оның құрылымдық бөлімшелері Құлсары желілік өндірістік диспетчерлік станциясына 55 жыл және прорва мұнай айдау станциясына 25 жыл мерейтойлары Жылой аудандық мәдениет үйінде кеңінен атап өтілді. Айтулы оқиғаларға толы Құлсары мұнай құбыр басқармасының Қазақстан мұнай тасымалы саласында өзіндік орны бар екені сөзсіз. Әрине, тәуелсіздік жылдары өндірістің қуаты артып, мұнай айдау технологиясы кемелденді. Мұнай тасымалдаушылардың заманауи техникалық білімге жетік жаңа буыны қалыптасты. Мерейтойға байланысты Құлсары мұнай басқармасының ұжымы алдымен ардагерлерін ұлықтап, аудандық мәдениет үйінде құрмет көрсетті. Зейнеткерлерді шақырып жатыр, көп рахмет айтамыз. Мен өзім Қосшағыл мұнай станциясында 68 жылы үйренуші лаборант болып жұмыс жасадым, жұмысқа кірдім. Содан 37 жыл жұмыс жасап, зейнеткерлікке қалдым. Еңбекшілерге, мұнайшыларға табыс тілеймін. Мұнай құбыры саласының табысты жұмысына атсалысқан құлсарылық мұнай тасымалдаушылардың еңбек шежіресі тарихи құжат болып қатталды. Олардың көпшілігі мұнай тасымалдау саласының династиясын қалыптастырды. Бүгінде басқарма құрылымдарында ардагерлердің балалары, немерелері осы сара жолды жалғастыруда. Осы салтанатты шара барысында еңбекте озат бірнеше қызметкер Қазақстан Республикасы энергетика министрлігінің, Қазтрансойл акционерлік қоғамы бас директорының құрмет грамоталары және алғыс хаттарымен марапатталды. Кезінде мен әкемде осы салада, автоматика саласында қызметті басқарған кісі болатын. Енді сол кісінің жолын қуып, мен де осы салада осы қызметтің бастығы болып 2019-да тағайындалғанмын. Енді мұнайшылар күн мерекесіне қарсаңында осындай марапат беріліп, Қазақстан Республикасының министрлігінің атынан менің еңбегімді елеп беріп отырғаныңызға көп рахмет. Әрине, бұл жетістік жалғыз менің жетістігім емес, ол жетістік менің
әке шешемнің жетістігі, мен тәрбиелеп өсірген, осындай деңгейге жеткізген. Содан соң мен ұжымның жетістігі деп ойлаймын. Мерекелік салтанатта жас мамандардың да еңбегі еленді. Себебі басқармадағы қандай шара болмасын, бастамашылар да ұйымдастырып, басы-қасында үйлестіріп жүретін де жастар. Белсенді жас мамандар мерекеге орай Қазтрансойл акционерлік қоғамы әлеуметтік еңбек қатынастары және жалпы мәселелер жөніндегі басқарушы директоры Ғазиз Қошановтың атынан алғыс хаттармен марапатталды. Осындай алғыс хаттармен бізді жас мамандар кеңесін марапаттау жатырған компания басшылығына үлкен алғысымызды білдіреміз. Осындай кәсіби мерекеде компаниямызға үлкен үлесімізді қосып жатырғанымызға жас мамандар кеңесінің атынан үлкен қуаныштымыз. Ары қарай біз компаниямыз үшін қызмет ететін боламыз. Осылайша Құлсарылық мұнай құбыршылар өндірістік құрылымдардың мерейтойларын, ардагерлерін құрметтеп, озаттарын ұлықтап, болашаққа жергілікті мұнай тасымалынан тарихи тәлім беретін мұражай бұрышын жасақтап атап өтті. Нұрлыбек Ғизатов, Мұрат Уақбаев, арнайы корпоративтік телеарна үшін Атырау облысынан.